әкем осы ауырды, сахармен ауырды әкем. Әкем сахармен ауырды, және жүрек ауыратын еді. Ол жүрек ауырған себебі көктемде жаңбыр жауып, көктайғақ болды. Лай болып, тайып құлаған. Сонымен жүрек қысылып қалған. Тамырыма қысылып қалған. Сөйтіп ауырып жүрді ол. Сөйтті дағын стенд қойдырамын деп, оны қойдырмадық. Сөйтіп мен жазда әкеме апарып бердім осы Витамарин абымен, жаңа кардиомарин, жүрек ауырады деген соң. Сонымен апарып бердім, ішті. Бір апта ішкен кезде мына денесін қозғады. Жара шығарды, ата болма. Қарның жанынан шыққанда, осындай жара, сулам шығады. Ол суланғанда да біреулер жүреді ғой сипап, мажақ, ол ұстатпайтын еді жара. Ауырып жаңағыдай ұстап, сөйтті дағын кожнеға көрініп сөйтім еді. Сар жара дедім, әбірбеді айттайдыр кожнедағылар. Сосын Данияр мырзадан сұрадыңыздар? Кейін Қаршағаға звонда ойбай өстіп қозғап жара шығып беп денесін бәріне дегенде врачтан сұрап айтты. Оның шыққанына қуансын деді. Қайта денеден шыққан жақсы оны. Ол шығарады бәрін деді. Қорықпасын деді. Сонымен ойбай, папа іше беріңіз, қорықпаңыз денеңізді деді. Бір 2 айдай ма жүрді ана денеде жара. 2 айымнан ішті ғой бірақ. 2 ай, осыдан 2 апергем бірден. 2 ай ішті, 2 айдан кейін ана жара кете бастады. Ауырғаны қойды. Қазір жарасы бар ма? Жоқ, жара жоқ. Сахар деп алғам ғой негізінде. Сахары 7-ге түсті. Кардиомарин да, Витамарин амен. Жүрекке деп кардиомарин ағам. Сол кардиомарин жүрегін. Оны мен білмеймін ғой үйде. Келінім айтады. Әпше дейді, папам, ата дейді ғой өз. Атаның жүрегі жақсы болып қалды. Жүрегім деп айтпайтын болды қазір деді ғой. Бұрын жүрегім қаншайды дейтін еді ғой. Ең жүрегім деп айтады, қойды деді. Жүрегім қойып қалды деді. Сахары 7-ге түсті деді. Өзі өлшейді келінім. Өзі врач болған екеуі де, мамама да, папама да. Өлшеп сахарын азындап тексеріп тұрады. Давлениесін тексеріп тұрады, давлениесі де жақсы ретте. Енді тағы біреуін әперін кеп тұр осыдан. Ең болсын, күшті. Керемет, күшті отзывтар.